Ол кісі өмірінің соңына дейін аудандық Құлан-Таңы газетінде қызмет етті, журналист болып. Сонда байқайтынымыз, кабинетінен жастар үзілмейтін, үнемі қай кезде барса да оқушылар, студенттер, жастар жиі көретінбіз. Әрине өзі құралыптас замандастары да кеп тұратын. Өйткені ол кісі өте қарапайым, мейірімді және әңгімешіл болатын. Мүмкін сондықтан шығар, кез келген жастағы адамдармен тез тіл табысатын. Әсіресе жастар ол кісіні жақсы көретін, өйткені мейірімділігімен баурап алатын. Ол кісі өзі сол Құлан-Таңы газетіменен құрдас болды. Биыл ұстазымызға 85 жыл толып жатса, аудандық Құлан-Таңы газеті 85 жылдық мерейтойларын жақында атап өтті. Ол кісі бізге тек қана шығармашылықта ғана жөн жосықты үйреткен жоқ, өмірлік сабақтар да айтып отыратын. Бізде мысалы жаңағы жазу туралында және қандай жағдайды, қандай сөзбен суреттеу керегін айтумен қатар, өмірде қандай жағдайлар кездесетінін, ондай кезде адам өзін қалай ұстау керегін, сынақтар кездескенде езіліп кетпеудің жолдарын жиі айтып отыратын. Сондықтан болар ол кісі ұжымға да абыройлы, сыйлы болды. Артында біраз шығармашылықтар мен көп мұра қалдырды.